Қазанғап Үсен төре бір күні дүниеден көшіпті, соған астына жиналып, адам жинап жатыр деп, бүкіл елді астына шақырып келді. Салын айтады ғой. Иә. Содан бүкіл аяғы жетер жердегі адамның бәрі барады астына. Сөйтіп астына барлығы келсе, Үсен төренің өзі отыр дейді. Көзі тірі. Өтірік өзі шақыртқан болып тұр ғой елді. Сөйтсе Үсен төре өзі шақыртыпты өзінің астына. Сөйтіп халық бәрі жиналған, әрбір жасына бір-бір құнан қойдан 90 қой сойдырыпты дейді. Арнап. Сөйтіп ел жиналып барлығы кәдімгі не істерін білмей, ойпырмай бұл қалай болды деп жаңағыдай. Сонда Үсен төре елді жинап алып, халық бәрі жиналған кезінде шығып айтыпты дейді. Ойпырмай, елім халқым, сендер Үсен төре алжыған екен, есен ауған деп ойламаңыздар. Көз тірісінде ас беріп жатыр деп мені жазғыра көрмеңіздер. Немесе мен өлгеннен кейін балдар ас бермейді деп ойламаңыздар. 90 жыл дәуір сүрдім. 90 жыл ел биледім. Осы халықты билеп, елді басшылық еткенімде мүмкін біреуге тілім тиген шығар. Біреуге зәбірім тиген шығар. Немесе біреудің таяғын, алажын біреуге алып берген шығар. Қиянат болған шығар мүмкін. Кім біледі? Сондықтан халқым мына көзім тірісінде ырзаласым келіп отыр. Ақысы кеткен ақысын алсын. Малы кеткен малын алсын. О дүниеге кім арқалап қайтады бұның бәрін? Философ екен. Сондықтан мына көзім тірісінде сізбен ырзаласып қалайын деп отырмын. Деп, домбырасын алып қолына күй тартқан көрінеді. Сонда 90-нан асқан саусағы күйден ортасынан аса алмай, толқып, Қазанғап отыр екен дейді. Қазанғап мына күйді аяқтай қойшы деп Қазанғапқа беріпті дейді. Сол бойда енді зерек Қазанғап іліп алып жаңа күйін аяқтаған.